Ассалаумалейкум бағбандар. Бүгін 12 май. Ноқат районына қарасты Қырғыз Ата айылындамыз. Максим 14 тамырына қиылған Royal Highland кешкіп тұрған ең жақсы ерек сорттардан болған Royal Highland бағында тұрамыз. Былтыр 2025 жылы тегілген. Бұйыл мөмелерін қармап, мөмелер де бар екен. Ondan кейін Kilastары дағын өсі жақсы. Мөмелері бұл түшімділігі көп, өзіне шаңната тұрған сорт болған үшін екінші жылы мөмелерін қармайды. Royal Highland Американ сорты білесіздер. Бұл кешіп тұрған, сабағы да орта сабақты, андан кейін мөмесі да ерек. Мөмесі дағын ұшыл 30-дан жоғыр олып деп айтылған. Bir ғана Royal Highland'de biraz жайлы өсу қорқынышы бар. Қандай Giant Red, Sweet Ariana бүт жайлы өсе тұрған сорттар қошып. Бұл да жайлы өседі. Былтыры тегілген, бұйыл бір жолы кесіліп тарбияланды. Жалбырақтары да чоң-чоң, өзгөчө, башқаша. Азыр қылына тұрған жұмыштарымыз 20 сантиметрден түйінлі шыққан шақтарды бүт тазалап қойыш керек. Азыр үстідегі шақтарды өсіріш керек. Еме біз Royal Highland бойынша өзгөчө тарбиялау ықмасында башқарытабыз. Royal Highland'de азыр біз Испанияның жаңы ықмасы бойынша испанский курстың жаңы ықмасында тарбиялайыз. Бұл жерде ошо 3 шақтан баштап 6 шаққа чейін тарбиялап өстіріледі. Бұл түшімділігі көп, өзіне шаңната тұрған сорт болған үшін кешкіп тұрған зоналарға 1200-ден баштап 2000-ге чейін қорқпай сұныштама береміз. Бұны азыр 3 литрден 6 литрге чейін тик өстіріп, андан кейін қаптал шақтарда мөме алып 2,5 метрге чейін тик өстірөбүз. Бұл жерде максим 14 қандай болады дегендерге, максим 14 түбінен біреу шыққан. Қалған жалпысынан бардығылы жақсы. Ошол туғандар Royal Highland кімге сорт қызық болған болса, комментарияға жазсаңыздар болады. Тарбиялау ықмасы, қантай өстірішіміз керек, ошолар бойынша дағын маалымат беретебиз. Мынал жерде азыр былтыры быйылкы шақтарды калтырганбыз. Мөмөлү бүчүрүп жатыш үчүн мыналарды кесип, капталдарды тазалап коюш керек. Тик өстүргөнү мына түбүн тазалап, мына мөмөлөрү менен турат. Мына сабагы азырынча скинадай эле турат, балким кичине узарышы мүмкүн, бирок мөмөсү ийрик болот. Түптөрүн тазалап, эгер бирден бир Royal Highland'de быйылкыга 1,5 метрге чейин өстүрүшүбүз керек. Мына капталдагы чыгып аткан шактарды тазалап коюш керек. Мына капталдан чыгып аткан шактарды тазалап бүзүп койсо да боло берет. Андан кейін Royal Highland'de байлоо ыкмасы да болот. Мына кеспей койгондорду мынтип чогултуп бир аз тик байлаганга туура келет. Болсо жерге жата алат. Быйылкыга ошо 3төн баштап 6га чейин лидерди тик өстүрүп, байлап, кийинки жылга лидерлерди даярдашыбыз керек. Ошон үчүн бардыгыңыздарга Royal Highland сортун туура өстүрүп, насип кылса 3-жылда түшүм алышыңыздарга чакырып өтөбүз.